Бұл платформаның сайты, адресі онлайн мектеп.org. Міне, жазып алыңыздар барлығыңыз. Бұл Білімлендтің ішінен ашылған, осы онлайн сабақтар өтуге арналған. Ішінде бүкіл тағы да Білімлендтің өзінен ішінен бөлек жаңадан видеоуроктар барлығы осының ішінде қосылған. Осы сайтқа кіреміз. Бұл сайттан біз барлығымызға логин пароль алу үшін мектеп ақша төледі. Сол үшін де бізге жаңадан қосылған видеоуроктар барлығы бізге доступны болады. Міне onlinemектеп.org. Әрқайсыңызде пароль логин болады. Жаңадан келген мұғалімдерде әлі жоқ, мұнда тағы біраз мұғалімдерде жоқ. Логин парольдеріңіз үшін маған жазсаңыздар болады. Мен сіздерге логин парольдеріңізді берем. Мынау логин, мысалы менікі. Пароль 9157. Мына жерде әлі бізде администрация жағынан өзі көп нәрсе әлі дайын емес, өйткені бізге бүгін ғана айтты. Бұның ішінде біз жаңа сынып жетекшілерді қойып шықтым мен. Сынып жетекшілері оқушыларды тіркейді, толықтырады әр өзінің сыныбын. Одан кейін кестелер, яғни расписание қойып шығамыз сыныптарға. Сол расписание бойынша сіздердің сабақтарыңыз шығып тұрады. Міне байқаған болсаңыздар, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі деп уже бүкіл күн тұр сізде. Мен өзім мұғалім ретінде кіріп тұрмын ғой, Ақбота Дәулетбаев. Мен кірем. Осы жерде дүйсенбі күні болатын менің сабақтарым тұрады негізі мына жерде список. Сейсенбі күнді басам, сейсенбі күні. Сабақ қандай сынып барлығы, тақырыбы барлығы жазылып тұратын болады. Расписание қойылғаннан кейін. Сосын өзіңізде сабақты қоса аласыз. Міне, сабақты қосу батырмасын басу арқылы сыныпты таңдаңыз. Мына жерде қазір бізде бар сыныптар. Мен 9-шы А сыныбын таңдайын, пән информатика. Сабақтың түрі, мысалы, жаңа сабағы, менің сабағым. Білімленд сабағы деген жерден Білімлендтегі нелерді, материалдарды ала аласыз. Сабақ түрі жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы, мысалы, компьютер құрылғылары. Енді тақырыбы тағы да жазамыз, компьютер құрылғылары. Тапсырма. Үй тапсырмасын мына жерге бірден берсеңіз болады. Балаларда үй тапсырмасымен бірге тұрады. Және бұлай жасауға болады. Бұл жерде негізі видеоконференция, онлайн сабаққа бірден видеоконференцияны запланировать етуге болады. Оқушылар кірген кезде расписание бойынша сабақтары тұрады. Және сол сабаққа видеоконференцияға кіретін өзі бөлімі тұрады. Математикама, математиканың жанында видеоконференцияға қосылуға тұрады. Расписание бойынша ол қай уақытта, сол уақытта ол конференцияға кіре алады. Мұғалім де кіре алады. Немесе, бірақ бұл жердегі видеоконференциясы әлі бір жерлері дұрыс істемейді. Ол жерде балалардың түрін сіз көре алмайсыз, микрофондарын тек қана сіздің рұқсатыңызбен ғана қоса алады олар. Одан кейін қалам жоқ. Ол, мысалы, біздің физик, математик мұғалімдерімізге қиын, қалам, анда карандаш жоқ, бірден карандашпен сызып көрсете салатын ондай возможность жоқ. Сол үшін мен олардың барлығын айттық, біз сондай бізге қажет деп. Олар айтты, дорабатывать етеміз деп. Пока сіздер өздеріңіз зуммен алдын ала естіп запланировать етесіздер конференцияны. Мысалы, сізде сабақ 10-15-те басталып, 10:35-те аяқталатын болса, зумға солай запланировать етіп, соның ссылкасын мында жазып қойсаңыз болады. Тапсырмаға жазып қоясыз. Запланированный, мысалы, мен сіздерге жаңа жібергенді қосайын.
тапсырма дегеннің ішіне. Сіздер жаңағы планировать еткен кезде осылай шығады ғой, сіздерде болады зумнан. Копировать етесіздер да, мұнда қойып қоясыздар. И жіберу деген басасыздар. Қазір серверден қате болып жатыр. Басынан өтейік. Бас жағына өтейік. Бізде что-то серверден қате болып жатыр. Мына жерде сосын бұның ішінде әр пәннен БЖБ, ТЖБ жасалған дайындар да бар. Үлгі ретінде алсаңыздар, қолдансаңыздар да болады. Ертең БЖБ, ТЖБ алатын кезде сорсочта. Сабақында пробный деп жазған. Серверде қате болып жатыр. Сабақты осылай қосасыздар. Міне бұл жерде сабақты қосқан кезде жаңа классын барлығын таңдағаннан кейін ол класстағы оқушыларға бірден ол барып тұрады. Оларда өздерінде логин парольдері болады ғой. Сол логин парольдерімен кірген кезде бірден оларға сол сіздің жасаған жаңағы создать еттік қой сабақ. Сол бірден олардың бірінші бетінде көрініп тұрады. Олар көреді, мысалы, сәрсенбі күні мына сағаттан мына сағатқа дейін маған информатиканы қойыпты мұғалім. Знаете, мен осымен кіре берем деп, жаңағы зумдағы ссылка болса, зумдағы ссылкасын, үй тапсырмаларын барлығын сол жерден бір жерден көре алады. Мына жерде, мысалы, жаңа мен 9А-ға запланировать еттім ғой. 9А-ның оқушыларының барлығы мында списогымен бар. Олар міне логин парольдерін береміз. Осымен кіреді олар. Одан кейін үй тапсырмасын сіз жаңағыдай өзіңіз сабақтарды бересіз, немесе расписание бойынша сабақтарда үй тапсырмаларын беріп шығасыз ғой балаларға. Сол кезде мына жерде уже сіздің берілген үй тапсырмаларыңыз тұрады. Және әр сынып бойынша тұрады. Әр сыныптың кім орындады, кім орындамады барлығы списогымен көрініп тұрады. Қанша пайызға орындады, барлығы көрініп тұрады. Менің сабақтарым дегенде бұл жерде жаңағы расписание бойынша болсын, өзіңіз қосқан сабақтар бойынша барлығы осында тұрады. Бейне нұсқаулықты көру дегенді көрдіңіздер ме? Бұл жерде почти барлық страницаларында бейне нұсқаулықтар бар. Соларға қарап та жұмыс жасасаңыздар болады. Әр бетте өзіне байланысты, мысалы, мына жерде қалай сабақты қосуға болатыны туралы бейне нұсқаулық бар. Өтсеңіздер, YouTube-тан өздерінің видео уроктары ашылады. Осыған қарайсыз, қалай жұмыс жасау керек екенін көріп аласыз. Мына, как учителю добавить собственный урок. Осыны көресіздер. Сосын журнал дегенде, кәдімгі оқушылардың жаңағы орындаған тапсырмалары бойынша 10-дық балмен жасаймыз деді. Бізде қазір 10-дық балға көшіп жатыр ғой. 10-дық балмен бағалау жасаймыз деді. Осы журналдың ішінде бағаланатын болады. Бейне нұсқаулықтар деген тағы да бір бөлім бар. Бұл жерге кірсеңіздер, барлық осы білім ленд бойынша бүкіл инструкция бар. Барлық инструкциялар бар. Осы жерден де қарап, басқа возможностьтарын, басқа жақтарын өздеріңіз қарап көре аласыздар.
міне тжб қолдану нұсқаулығы барлығы. Так, мына жерде тағы үй тапсырмасы, онлайн сабақтар, сабақтар тізімі деген менің сабақтарым. Пәндер тізімі, міне пәндер тізімі дегенге кірсеңіздер, бүкіл пәндер шығады. Сол пәндерге байланысты сабақтар да шығады. Мысалы, мен қазір АКТ-ға кірейін, бастауыштың сабағы. Қазақша 17 сабақ бар ішінде қазір дайын. Орысша 16 сабақ бар. Осыған кіресіздер. 3-ші класс 90-ды таңдаңыз. 1-ші 90 өту. 1-ші 90 бойынша міне қазақ сыныбына 3-ші классқа 9 сабақ бар. Тақырыптарымен өздері бөлініп тұр. Компьютер құрылғылары. Міне, мына жерде кәдімгі өзіміздің поурочный сияқты барлығы жазылған. Не меңгереді, мазмұны, сенің білетінің, сабақтың тақырыбы тұр, мәтінді пішімдеу. Сабаққа шолу, мәтінді пішімдеу. Мына жерде тапсырма. Тапсырмалары, тапсырма 1, тапсырма 2, яғни бұл жерде А1, Б және С деңгейлері бойынша тапсырмалар өздері бөлініп қойған. Оқушыларға ыңғайлысы осы, мысалы оның 4-тік деңгейде болса, А және Б деңгейінің тапсырмаларын орындайды. Ал 5 алатын оқушы болса, онда С деңгейіне барлығын орындай алады. Бірақ бұл жерде оқушыларда шыққан кезде бүкіл тапсырма бірден шықпайды. Бірінші тапсырма, одан кейін екінші тапсырма шығады. Екінші тапсырманы орындап болғаннан кейін ғана үшінші тапсырма көрінеді оларға. Осы жерден тапсырмаларды берсеңіз болады. Мына жерден белгілейді. Мына жерде көшіру командасында етіп, көшіру орындарын дұрыстап қою керек деп тұр. Тексеруді басса, бірден астында қалайсы жауабы дұрыс, қалай дұрыс, не үшін ол дұрыс, барлығы түсіндіріліп тұрады мына жерде. Алға деп келесіне өте береді. Осылай тапсырмаларды сіздер де көре аласыздар, алдын ала балаға берместен алдын. Кейін балалар орындаған кезде оны да көре алады балалар. Білім бұл онлайн мектепте осындай. Кейін расписаниялар қойылғаннан кейін тағы да көре жатасыздар өзінің полной возможностьтің қалай конференция. Жаңа зумнан істеп, не деген жерге, тақырыбы немесе үй жұмысы деген жерге зумның ссылкасын қойып қойсаңыздар, мысалы бізде оқушылармен көбінде мынандай проблема болады ғой, бір пәнді информатикадан істеп қоясың да зумнан уақытына, кейін оқушыларға қай уақытта жіберетініңді білмей отырасың. Ерте жіберіп қойсаң, кейін ұмытып кетеді деп ойлайсың, жақындағанда жіберсең көрмей қалады деп ойлайсың. Ал мұнда жазып қоясың, оқушының өзі расписание бойынша жаңағы кезек-кезегімен ішіне кіріп, сіздің қойған зумдағы ссылкаға қосылып отыра береді өзі. Сосын бұның мобильный приложениясы да бар онлайн мектептің. Оны да оқушылар сіз өздеріңіз жүктеп алсаңыздар болады. Кімде қандай сұрақ бар?
Ақбота менде бар. Кешіріңіз. иә. Мен Бегаш апаймын. Иә. Мен жаңа басын естімей қалдым. Бірінші қайда кіреміз дедің, ренжімеші. Иә, так. Мен қазір жазып алайын. Қазір 1 минутына сабақ қосылсын, көресіңізші. Аха, жаз. Міне, мысалы мен бір сабақ қостым, жаңағы Zoom-нан ссылкамды қойып қойдым уже. Мына жерде кейін өзгертсеңіз де болады бұларды. Файлды қосу деген жерде сол, мысалы, сабаққа байланысты бір презентация ма, бір керекті файлдар бар шығар, соны да қосып қоя аласыз. Көзді бассаңыздар, міне, ішінде үй тапсырмасы көрінеді. X-ті бассаңыздар, соответственно, өшіп кетеді. Сабақты, планировать еткен сабағыңызды керек болмаса өшіріп тастай аласыз. Так, қайтадан кіріп көрсетейін. Міне. Сайт ол onlinemектеп.org. Міне, мына сайтқа кіреміз. Осы сайтқа кіргеннен кейін менен пароль логиндарды сұрайсыздар. Мен сіздерге пароль логиндарыңызды беремін. Бір мұғалімдерде жоқ. Ол мұғалімдер маған, мен өзім айтам, сіз менен сұрасаңыз жоқ болса, мен сізден иініңізді сұраймын еще. Сосын сізді тіркеп пароліңіз бен логиніңізді беремін. Жаңа менің пароль логинім қайда? Менің паролім тұр ғой демей Ақбота? Бар шығар. Жаңадан келгендердікі жоқ, яғни Токумбаева да, Бегаш Асылханна, міне сізде бар. Кейін маған жекеме жазыңыз, мен сізге жіберем соны. Міне осылай пароліңіз бен логиніңізді жазып кіргеннен кейін сіздің бетіңіз ашылады, аккаунтыңыздың бірінші страницасы. Дүйсенбі, сейсенбі әр күндікі осылай бөлек тұрады. Ертең біз расписаниялар қойып біткеннен кейін әр күнде расписание бойынша, мысалы физикадан өзіңіздің сәрсенбі күні физика қандай сыныптарға бар, осы жерде тұрады соның барлығы. Бейсенбі күні физика қай сыныптарға бар, сол сыныптардікі тұрады. Соответственно, еще сіздің қойған, мысалы, тақырыбыңыз, үй жұмысыңыз сол жерде тағы да жазылып тұрады. Сыныппен бірге жанында сол да жазылып тұрады. Сол сабаққа өтесіз да, сабақты ашып, сіз өзіңіз өңдей аласыз, мысалы, тақырыбын өзгерте аласыз, немесе үй тапсырмасын қоса аласыз ішіне. Немесе жаңағы Zoom-нан өтетін болсаңыз, Zoom-ның ссылкасын қойып қоя аласыз. Оқушыларға да дәл осылай көрініп тұрады, оларға да по расписанию. Бірден мына жерде еще білім лентінде пәндері мұғалімге деген сияқты вкладкаларында енгізіп қойған. Білім лентке бөлек кіріп жүрудің қажеті жоқ. Осы жерден өте салсаңыздар да болады. Мына жерде ең көп, ең жақсысы негізі пәндер тізімінің ішінде бізге айтты 5-ші сыныпта жаңағы обновленный жаңадан тақырыптар қосылып, обновленка келді ғой. Обновленка бойынша жасапты олар бүкіл тақырыпты, бүкіл жаңағы КТП-ны бүкілін. Тағы кімде қандай сұрақ? Мұғалімдер. Ақбота, жаңа сен жіберген бізге пароль мен логосы сынып жетекшілерінің атынан кірдік қой, біз балаларды енгіздік. Сол пароль логин кіре береміз ғой да осыған? Иә, сынып жетекшілерге бір логин пароль, соның ішінде... Жақсы, рахмет. Осы ссылканы жібересің ғой да баға? Қайсы ссылканы? Осы қазір бүгінгі өткен запись жасап жатсыз ғой, соны жібересіз ба группаға, бағанағыда қарап отырып кіреміз. Я жаңағыдай жіберем, ютубқа саламда жіберем. Видеоны жіберсеңіз болды. Мен бір сұрағым бар еді.
Күнделік кезет қолданылады ғой, иә? Күнделік кезетте Алады. қолданылады, иә. Күнделік кезетте де расписание болады. Ол жерге де тақырыптарды, үй жұмыстарын толтырамыз. Ол жерге де бағаны қоямыз. Мына жерде де жұмыс жасаймыз. Қатар жүреді екеуі. Иә, қатар жүреді екеуі. Жақсы. Бірақ күнделік бізде 100% болу керек. Үй жұмысы толтырылған тақырыбы бойынша өз уақытында толтырылу керек, өз уақытында баға қойылу керек. Күнделік ол строго. Бұрынғыдай болады ғой. Білімленд бізге қосымша инструмент сияқты бұл жерде. Жақсы, түсінікті. Бірақ бұны да енді в основном қолдану керек, өйткені ыңғайлы болып тұр, көрсеңіздер. Оқушыларға да жаңағы приложениесін скачать етіп алады да, үнемі қарап отырады, қай уақытта қандай нәрсе, қайда кіру керек, қай сабақ барлығы. Қазір барлығыңыз осы логин парольмен кіріп, пәндер тізімі дегенге кіріп, өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша қандай сабақтан, қандай тақырыптан материалдар бар екен барлығын көріп алсаңыздар болады. Мысалы, мен жаңа информатикадан 5-ші класты көрдім. Бірінші тақырыбында оларда видео урок емес, конспект беріп қойыпты. Ал бір сабақтарда кәдімгідей әдемілеп түсірілген видео уроктар да бар. Ақбота, біз осыдан материалдарды алып балаларға жібере аламыз, иә? Иә, көшіріп алып. Жақсы, рахмет балам. Бота, біз жаңа балалар тіркеген логин парольді бере беруімізге бола ма әрқайсысына? Балаларға бере берсеңіздер болады. Бота, егер де мысалға балалар толық болмаса, иә, 6-шы сынып мысалға әлі жоқ, 4 бала ғана тұр, онда енді оны сіздер енгізесіздер ме, біз енгізуіміз керек па? Жаңа мен 3-те болғанда оны көрсеттім. Сынып жетекшілер енгізеді, жоқ балаларды. Хорошо. Өзіңіздің логин пароліңізбен кірсеңіз, оқушылар бөлімінде сізге доступны ол енгізу. Мен өткен сізді сол сыныпқа жетекші қылып қойғам. Кезекті бірге алып жүруіміз керек па? Ау? Осы кезекті бірге алып жүруіміз қажет па? Иә, осы, пока осы. Модулды да айтқан, бірақ пока күнделікті білімленд, иә? Айжан дұрыс естіліп жатқан жоқ. Пока күнделік кезетпен білімленд екеуімен жұмыста. Иә, күнделік кезет білімленд. Бота, менде сұрақ тағы да. Кешіріңіздер. Жаңа айттыңыз ғой, балмен есептейміз бірден 10-ға дейін, иә? Сосын бағаға айландырамыз ғой. Сонда біз күнделік кезетке қойғанда, мысалы, 3-ақ балға жауап берсе, 2 қоя аламыз ба? Или процентін қоямыз, балын қоямыз ба? Ол бұлай болады. Күнделік кезетте, мысалы, мына жерде баланың көрсеткен успеваемость нашарлау болуы мүмкін. Мысалы, ол бүкіл тапсырма орындамауы мүмкін. Бірақ сіз енді өзіңіздің сабақ өткеніңіздегі белсенділігіне қарайсыз ғой бәрібір. Соған өзіңіз добавить етуіңізге болады. Күнделік кезетте басқа бал қойсаңыз болады. Дәл мына жерде жинаған балды қою деген жоқ. Жақсы, рахмет. Жаңа айттым ғой, айтатында білімленді видео сабақында жоғары онлайн шығармаймыз да балалармен. Видео сабақ өткізе алмаймыз ба дейсіз ба? Естіліп жатқан жоқ дұрыс, Айжан. Дауысыңыз дұрыс емес. Иә, қыжырлап естіліп жатыр. Естілмей тұр. Бұрбұр етіп тұр. Видео сабақ. Видеоконференция ма?
Видеоконференция негізі бар бұда, бірақ кішкене недоработаны. Ол жерде сіз балаларды көре алмайсыз. Тек қана сіздің ғана түріңіз көрініп тұрады, сіз демонстрация жасай аласыз экраннан. Одан кейін қалам жоқ. Енді ол қазақ тілі пәндеріне онша әсер етпейтін шығар, бірақ жаңа математика пәндерінде қалам деген керек та. Өйткені олар формулаларды енгізіп отыра алмайды. Бірден қаламмен жазып, сызып тақтаға жазғанда сол ыңғайлы болады оларға. Сол үшін егер бұл жердегі мүмкіндігі жетпей жатса, жаңағы зуммен запланировать етіп, неге қойып қойсаңыздар болады тақырыпқа жанына ше. И балалар көреді, что ол жерде зумға кіру керек. Мысалына балалар өз уақытында расписание бойынша кіре алмай қалды ғой, сабақтан, кешігіп қалды. Бірақ мына сабақтар оларға доступны бола береді. Заданияны ол кейін де орындап, мына жерде орындап жібере береді. Видеоларын барлығын қарай алады. Сіз бірақ жаңағы үй жұмысын орындауға күнделікті де қойдық қой біз дедлайн. Мына күні мына сағатқа дейін орындалып біту керек деп. Сол сияқты бұл жерде де дедлайн қойға болады үй тапсырмасына. Так, кімде қандай сұрақ бар? Қазір 8 минут уақытымыз қалды. Жалпы сіз мектепте боласыз ғой. Бір сұрайтын сұрағыңыз болса баруға болады ғой, көріп алуға. Жоқ, мен, наверное, мектепте болмаймын. Үйден жұмыс жасайтын шығармын. Егер бота түсінбесек, сізден сұрап алуға бола ма былтырғыдай? Егер түсінбей жатсақ болады ғой. Сұраңыздар, біз, наверное, нелерді, расписанияларды қойып болғаннан тағы да мектепке барған кезде расписание. Расписание қойылғаннан кейін түсіндірген дұрыс болады. Көрсетіп отырып, жақсы көріңіз. Міне, білімлендтегі сабақтарды қалай қоятыны. Жаңағы онлайн сабақтардың ішіне сабақты қосу дегенде айттым ғой, өзіңіздің сабағыңызда қосуға болады. Немесе білімлендтегі сабақты қойғыңыз келсе, пән таңдайсыз. Мына жерде сабақтың түрі білімленд сабақтары, және мына жерден білімлендте бар 9-шы сыныпқа информатика сабағынан бар тақырыптар шығады. Содан өзіңізге керегін таңдайсыз, сосын сақтауды басасыз. Болды, осы сабақ сізде жаңағы сыныпта шығып тұрады. Сыныптың оқушысында, 9А сыныбының оқушысында шығып тұрады осы. Мынау жаңағы бейне нұсқалықтарды да көрсеңіздер болады, видеоуроктарды. Видео инструкция. Орыс тіліне өтіп, орыс отделениясының мұғалімдері.
Болды ғой да, барлығыңызға түсінікті ғой, сұрақтарыңыз жоқ. Конференцияны аяқтар. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Логин, пароль Рахмет. маған жазыңыздар жекеме. Кім жазады, сол кісілерге берем, я, мен өйткені барлығын қазір тексеріп отыра алмаймын, кім менде бар, кім жоқ. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Спасибо. И до свидания.